жақсы демалыс болып қалды да. Так, судың да жағасында демалғанға не жетсін, ё-моё. Өте керемет қой мына дейтін. Так, айтпақшы мен Динараға баруым керек еді. Мен натурмен қалай барам? Явно Динара менен қорқып кетеді ғой натурмен. Тіпті мен әлі кассойға да барған жоқпын. Кішкене кассойға барып емделіп алу керек еді. Ё-моё, енді өзім қалпыма қалай оралам? Енді оған кассой көмектеседі деген ойдамын, себебі кассой ол жағынан хабар бар. Өйткені ол енді сабақтан 5-ке шықты ғой. Бұрында бір андай зертханалық жұмыстарға қызығатын. Енді маған өте көмегі тиеді деген ойдамын. Сол үшін кассойға бару керек дегендей. Динараны сағынып кеттім ғой. Ол менде вообще кездескен жоқпын. Мына халықпен алып кеткенде өте қиын болып кетті. Қарным ашып кетті, ё-моё, бір кафешкаға ма бір жерге бару керек еді. Бургер ма бірдеңе жеп алу керек еді, ё-моё. Қарным дейтін шырылдап кетті ғой. Бүгін жақсы демалыс болды. Қазір онда кассойға барып, сосын ары қарай тамаққа барып, немесе бірінші тамақ ішіп, сосын кассойға бармасам, әйтпесе вообще қиындап кетті. Қой, жақсы тұрайын. Погода что-то бір түрлі болып тұр, тұман болып тұр ма? Бүгін погода нормально болады деген сияқты негізі. Қой, жақсы, давай кеттім, мен онда пляжға түсіп алдым. Так. Что-то маған погода... Погода өзгеріп кеткен ғой, базар жоқ. Бана ғана тұман болып тұрды, қазір дейтін кәдімгі бұлт болып кетті ғой. Базар жоқ. Айтпашы, мына жақта мынаны қараңдар. Качоктар жоқ ғой, мынау качок, мынау қыз ғой. Базар жоқ, мен денем дейтін кәдімгі өсіп кеткен. Мынауың вообще мықты деймін. Байт, мынаны қараңдар. Турнике тартып тұрған. Кетей жолымнан қаша. Малым нағып тұр мынау. Яғни қорқып қашып батыр. Мен енді бұрынғы қалпыма оралғым келеді, себебі көшеде бәрі мені фотоға түсіріп, қорқып қашып жүр, білмеймін. Бірақ бір жағынан бессмертныйсың, бірақ өте қызықсыз екен, адамдармен араласа алмайсың дегендей. Қазір мен кассойға барсам, кассойда шошып қорқып қашатын шығармын, может быть деген сияқты. Так, мен онда бір тамақ ішіп алатын шығармын осы жерден. Так, мен оларға қалай кіремін? Байт, бойым сыймайды ғой. Базар жоқ. Жақсы, басқа жерде іше саламын. Онда мен қазір парковкаға барып, машина ұрлап алмасам, мен өзімнің машинам қалып қойды. Енді ар жақта оған баруға желание жоқ. Секіргім де келіп тұрған жоқ. Так, кеттім ендеше мен. Бір көшеден бір машина ұрлап кете салайын. Полевымен өлмеймін ғой, полициялар келіп жатса да похуй ғой. Енді әзірше халық кезінде пайдаланып, рахаттанып жүру керек қой, в общем. Так, бір жіп анау тауып алу керек. Бір нормальный джип па, бір. Опана. Мына қызыл джип қалай жалпы? Осы қызыл джип маған ұнап тұр. Так, осыны алып алайын. Ашық екен, кәттіз. Все, қызыр болдым, и все. Кайф болды ғой. Жақсылық ендеше мен қазір кассойға ма біреуге бару керек еді сол. Кассойға қарата жайлап барайын. Так, достар, мен Динараның үй жанынан өтіп бара жатырмын. Динара қалай екен жалпы көріп кетейін ба деп. Динараның апасы жатыр ғой мына жерде. Динараны ұрлап кетті ғой. Не істеймін? Қабай, үйде жалғыз қалдырмауым керек еді Динараны. Мына апашка не дейді? Мынау Динараның апасы емес па? Байт. Динараны ұрлап кетті дей ма не? Апа, Динараға не болған? Сен кімсің? Көмектесіңдер. Мынау кім? Мен халық екенімді ұмытып кетіппін ғой. Апаша қашып кетті. Күлпаны Динараны ұрлап кеткен ба не? Байт, не істеймін? Кімдер екен ұрлап кеткен? Енді табу керек. Так, явно менің жауым ұрлау керек ол. Так, соңғы рет мен кімге жау қылып едім? Вроде ешкімге жау болмаған сияқтымын ғой. Джонни, мен сенен әлі кегімді алған жоқпын. Так, сенен кегімді қалай алсам болады екен? Кассойды ұрлап кетіп пе?
Жоқ, бірақ косой ұрласам ол қиындыққа созылады. Себебі косой мықты жігіттердің бірі. Так, оның жақын бір туысы болу керек. Кім бар екен, а? Так, атасы жоқ. Атасы болмайды. Оның қызы бар емес пе, Динара? Вот, соны ұрлап кету керек. Кетті мендеше, қаладан тауып алу керек оны. Джонни мені көт. Так, короче, Макс, барлық балдардың бәрін жина. Джоннидің қызы Динараны іздеу керек бізге срочно. Все. Қазір мен біздің районды қарап көрейін. Если Динара болса, сразу алып қашамыз және де. Оны зорлау керек, в общем, В общем, Джоннидан кегімізді алуымыз керек. Так, что-то мен біреуді көрген сияқты болып тұрмын. Қазір мына жерге келіп тоқтай қояйын. Макс, балдардың бәрін жина. Джоннидің қызы Динара менің қолымда. Достар, егер де сіздерге осы бөлім ұнаса, арнаға тіркеліп смел лайктарыңызды басып кетіңіздер. Келесі бөлімде Джонни Халк Динараны құтқаратын болады. Сол себепті келесі бөлімді сразу жүрмей, осы бөлімге лайк басып, арнаға тіркеліп және де келесі бөлімнің тез шыққанын қаласаңыздар, колокольчикті басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Яғни келесі бөлімде қандай оқиғалар сіздерге қызық деген сияқты солардың бәрін комментке жазып кетіңіздер. Ал сіздермен болған мен Лимбо. И давайте.